Қайырлы күн қыздар. Бүгінгі сабақта сіздерге скидкамен тұрған товарларды анықтау және оптом товар алу туралы үйрететін боламын. Жалпы скидкамен тұрған товарларды біз қалай анықтаймыз? Ол үшін сайтқа кіреміз. Мұнда міне әртүрлі магазиндер шығып тұр. Міне мұнда қызыл жанып тұр. Осындай қызыл жанып тұрды. Бұл магазинде скидка болып жатыр деген сөз. Мына екінші магазинде тоже қызыл жанып тұр. Бұда да скидка болып жатыр. Мына тоже сумканың қасында қызыл жанып тұр. Бұда да скидка болып жатыр. Ал мынада скидка болып жатырған жоқ. Вот қызыл жанып тұрса, если онда ол магазинде скидка болып жатыр деген сөз. Енді біз бүгін детский товарды қарайық. Мында любой бір магазинге кірдім. Міне мұнда видеосы тұр, мұнда неше түрлі суреттері тұр. Енді қыздар алдамшы баға деген болады. Мына жерде 58-де 9 юанды көрсетіп тұр ғой, ең астында қызыл иероглифке кіреміз. Кіргеннен кейін бізге міне жоғарысында уже автоматически көрсетіп беріп тұр. Міне 58-де 9 юан менен 89-да 9 юанның аралығындағы киімдер деп. Мына комбинезон, үштік комбинезон екен. Міне комбинезоны бар, ішінде кофтасы бар, и сыртында капюшоны менен жилеткасы бар екен. Мысалға маған мына коричневый цвет ұнап тұр. Енді мына астында міне размерлер тұр ғой. Вот мына астында тұрған размерлер. Осыны Google переводчикке қойып аударып алайық. Так, скриншот аламыз да. Размерлері қандай деп жазылып тұр екен, аудармасын біліп алайық. Так, Google переводчикке кіріп аударып жатырмын. Міне мұнда скидка деп тұр. Мінекей, міне жаңағы юандарды көрсетіп беріп тұр. 12 штук алсаңыз 12% скидка болады дейді еще. Мұнда міне 3-6 деген 3-6 ай екен, маленький дейді. Средний дейді 6-9 месяц. Міне 9-12 месяц деп көрсетіп беріп тұр. Міне размерлерінің бәрін. Осылай любой барлық қараған товарларыңыздың бәрін қыздар ерінбей Google переводчикпен аударып отырыңыздар. Ол товардың қанша размері қандай екен, қандай түс екен, қандай скидка болып жатқан бәрін чоп-почем білу үшін едім ерінбей қыздар аударыңыздар. Мен даже отзывқа дейін ерінбей аударам, чтобы өзім аузым күйіп қалмас үшін да, енді қырғын ашым далаға кетіп қалмасын деп. Так, сайтқа кірдім қайтадан. Енді жаңа коричневый цветтің мен 3-6 айын таңдайын, е? Так, коричневый цвет комбинезонның 69-да 9 юан дейді. Көрдіңіздер ғой қыздар, бағасы 69 екен. Енді почти 70 деп алайық, грубо есептеп. 70 көбейтеміз, 70-ге курс бағасы 70. 4900 теңге. Ойлаңыздаршы қыздар, мына тройка детский. Так, 4900 теңге. Енді 6-да 9 месяцке кірсек тоже сондай баға. 9-12 тоже сондай баға. 12-16 тоже сондай баға. Енді бұл жерде қайсы 89 юан болып тұр екен, көрейік. Мына комбинированный комбинезон осы 89-да 9 юан екен қыздар. Енді қыздар, маған бұл комбинезон ұнап тұр. Мен бұған лайк басып кетемін. Астына міне жүректі басып. И бұл лайк басқан товарымды мен мына корзина бөлімінен барып қараймын. Вот мне шығып тұр да. Енді қалай оптом алуға болады? Сіздерге соны үйретіп жіберейін. Оптом алу үшін міне комбинезонға жаңа лайк басып кеттік қой. Осы комбинезонның қасындағы кіргенімізде мына плюсті басамыз. Вот. Осы плюс батырмасын басатын боламыз. Міне плюсті бастым. И розовыйдан 6-да 9 месяцтен біреуін алдым. Таңдадым. И астындағы мына қызыл иероглифті басамыз ең астындағы. И плюс тағы біреуін алғым келеді. Мысалға жасыл түсінен 12-да 16 месяц түрін аламын. И астында ең астында қызылды басамын. Вот, көрдіңіздер ма? Бірінен соң бірі тіркеліп жатыр, бәрі тіркеліп жатыр. Енді менде осы 3 товар болды, е? 3 товар болды. Осы 3 товардың ценасын төлеу үшін ең астындағы мінекей мына батырмаға барамыз, қызыл. И міне 224 юан деп тұр ғой. Міне алып тұрған 3 комбинезонды маған көрсетіп беріп тұр. Көрдіңіздер ғой қыздар, уже біз оптом алғаннан кейін бізге уже продавец скидка жасап беріп тұр. Оны қайдан білеміз? Міне біз 89-да 9 юанға алдық қой жаңағы мына сері түрінше, соны бізге 87-де 94-ге беріп тұр. Ал біздің 69-да 9-ға алғанымызда оны 68-де 38-ге беріп тұр. Уже бізге продавец скидка жасап тұр. Енді осының нақты бағасын білу үшін тағы да мына астында тұрған қызыл иероглифті басамыз. Вот. Басамыз.
и бізге төлейтін сомамызды, нақты сомамызды шығарып береді. Яғни 231 юан деп тұр. Бұл неге олай? Бұл банктың 3% комиссиясы қосылған кезде 231-ді 44 юанды көрсетіп беріп тұр. Енді біз 231-ді көбейтейік 70-ке. Сонда біз 3 комбинезонда бар жоғы 16 000 теңгеге алып тұрмыз. Сіздер бұл сайттың бір ерекшелігі, осы сайт арқылы сіздер бизнес бастап айналысуларыңызға болады. Бізде кезекте бұндай комбинезондар біреуінің өзі 16 000 теңге. Қыздар, ойлаңыздар, сіздер үшеуін 16 000 теңгеге аласыз. Қайтадан кірейік, сайтқа кірдік. Так, X-ті басып жіберейін. Енді продавецпен қалай сөйлесеміз, соны сіздерге көрсетіп жіберейін. Жаңағы товарымызға қайтып кірейік. Товарымызға қайтып кіреміз. Продавецпен сөйлесу үшін, жаңа товардың весін сұрау үшін, размері дәл келе ма деген сияқты, немесе мен вообще 20 штук алайын деп едім, маған одан да көп скидка жасайсыз ба деген сияқты сұрақтар қою үшін продавецке ең астындағы бөлім бар ғой, міне чат тұрған, осы бөлімге барамыз, қыздар. Осыған барамыз да, и Google переводчикті обязательно қосып аламыз, и Google переводчикке жазамыз. Саламатсыз ба деп жазсаңыз, уже автоматически өзі қытайша аударып береді, скопировать етсем продавецке жібересіз. Осылай қойғыңыз келген сұрақтардың бәрін қойып продавецпен сөйлессеңіз болады. Енді осы видеодан итог шығарсақ, ұнатқан товар, скидкада тұрған товарды қызыл жанып тұрғаннан білеміз. Любой бір товар алғыңыз келсе, осылай түстерін таңдаймыз, және де соңында 58 юанды басамыз, товардың түсін таңдаймыз, размерін таңдаймыз, астында қызыл иероглифті басып товарымызды сатып ала береміз. Түсінікті ғой, қыздар? Оптом товар алу